Армысыздар, эфирде постскриптум бағдарламасы, студияда Бақытгүл Төлеуханқызы. Былтырғы жыл қараша айының соңында парламент сенаты кәсіпкерлерді мобильді аударымдар үшін жеке шот ашуға міндеттейтін заңды қабылдап, мобильді аударымдарға қатысты салық заңнамасына түзету енгізді. Ақша аударымдарына байланысты бұл күнде халық арасында түрлі пікірлер қалыптасып жатыр. Бүгін хабарымызда осы бағыттағы мәселені сөз етсек, студиямыздың қонағы Қазақстан кәсіпкерлер қауымдастығының төрағасы, облыстық мәслихаттың депутаты Әбілдин Ермек Төлеуұлы. Ермек Төлеуұлы, студиямызға қош келіпсіз. Қош көрдік. Ермек Төлеуұлы, жалпы мобильді аударымға қатысты салық заңнамасына түзету енгізуде Қаржы министрлігі қандай мүддені көздеп отыр? Неліктен осындай заң күшіне еніп отыр? Енді бұлай қарап отырсаңыз, негізінде Қаржы министрлігі менің түсінігім бойынша осы жаңағы аударымдарды жаңа кәсіпкерге заңды түрде жұмыс істесін деп, көлеңкеден өз жұмыстарын шығарып, жаңағы ресми түрде жұмыс істесін деп, сондай себеппен ықтимал жасап отыр. Бірақ та негізінде былай қарап отырсаңыз, көптеген кәсіпкерлер біздің жаңағы 2019-2020 жылдар жаңа пандемия кезінде көптеген кәсіпкерлер өзі жаңағы онлайн переводтарға ауысып, енді ол кезде оңайлы болды. Мысалы, содан бастап көптеген шағын бизнестер, шағын және микробизнестер, олар өздерінің төлемақыны алу нелерін онлайн түрге ауыстырған болатын. Сондықтан көптеген кәсіпкерлер өз тарапынан онлайн жұмыс істей бастады да, онлайн ақшаны қабылдаған кезде олар міндетті түрде өздері жаңа контрольный кассовый аппарат бар, сол арқылы ұрады. Ол ыңғайлы, мысалы, ол халыққа да ыңғайлы. Пандемия кезінде өздеріңіз білесіздер, қағаз жүзінде ақша тарамасын, ауру таратады деп, мысалы, болған мәселелер. Соны нетпес үшін, мысалы, ыңғайлы. Қазір халықтың бәрінде, мысалы, қарап отырсаңыз, QR-код бар, жаңағы мобилдік төлем жүйесі бар. Соны қолдана отырып, негізінде көп кәсіпкерлер көлеңкеден шыққан болатын. Ал енді қазір қарап отырсаңыз, қазір осындай талап қойылып отқаннан кейін мемлекеттер жаңағы Қаржы министрлік тарапынан көптеген кәсіпкерлер қайттан көлеңкеге кетіп қалуға ықтимал жасап отыр бұл. Өйткені қарап отырсаңыз, көп жерде қазір кезде переводты қабылдамайды, бізде перевод жоқ. Қазір көп жерлерде алда ақша аударымдарын қабылдамайды. Перевод жоқ, наличный ақша беріңіздер деп сондай талап кәсіпкерлер айтып отыр. Бұл ретте сатып алушы қолма-қол ақшаны ұсынып, кәсіпкер ол тауарды тіпті сатқаны жайында да, мысалы, чек ұрмауы мүмкін ба ендігіде? Жоқ, негізінде чек заң бойынша ұрылу керек, заң бойынша. Сол айтып отырмын ғой, кезінде кәсіпкер жаңағы онлайн аударымды қабылдап, чекті ұрып беріп отырған тұтынушыларға, мысалы. Ал қазіргі кезде қарап отырсаңыз, енді кәсіпкер көлеңкеге кетіп қалса, мысалы, сондықтан сондай мәселе туындауы мүмкін, мысалы. Сондықтан бұл бастаманы негізінде қоя тұру керек, асықпай. Бұл бойынша, мысалы, ең басты міндет, Қаржы министрлігі міндеті, ол жаңағы көлеңкелі салада жұмыс істеп жатқан үлкен, мысалы, олигархтар болса, жемқорлар болса, соларды іздестіру керек бірінші кезекте. Мына өз-өзін күнін көріп жатқан шағын бизнес бұл. Шағын орта бизнестің іскерлігі заңды. Отбасылық жаңағы кәсібі бар кішігірім, ол отбасылық кәсіп болғанда ішінде жаңағы күйеуі, әйелі, балалары, бала-шағасы жұмыс істеп отыр, мысалы, біраз адамға жұмыс беріп отыр, мысалы, соларға мазасын алмай, негізінде, оларға тиіспеу керек, мысалы. Көптеген, мысалы, біздің көршілес мемлекеттердің өздерін алатын болсақ, жаңағы батыс мемлекеттерін айтпағанда, ол жақта көптеген жаңағы преференция жасалған. Мысалы, Қырғызстан мемлекетінде, Өзбекстан мемлекетінде бұл шағын бизнесқа қатты көңіл бөлінбейді да, жаңағы қаржы мәселесі бойынша. Ал әрине тауар қауіпсіздігі мәселесі бойынша ол жағдан талап қойылу керек. Ал жаңа қаржы несі бойынша, бұл жерде былай қарап отырсаңыз, негізінде бұл салада істеп отқан кәсіпкердің режимі, салық режимі, ол упрощенный режим деп аталады. Оның, мысалы, пайызы 3% болып келеді, мысалы. Осы 23 жылдан бастап бөлшек салық саласы енгізілген болатын, бірақ та көбісі жаңа упрощенный режимде. Енді 3% болғаннан кейін, және де жаңағы, егер де кәсіпкер ресми түрде банкке барып, жаңа пост-терминал қолданып нете бастаса, жұмыс істей бастаса ресми түрде, ол уже оборотынан
пайда тапқан ақшасынан емес, ал қандай ақша түсті, ода және де төленіп жатқан жалақысы, төленіп жатқан жаңа коммуналдық платеждар, мысалы, содан былай вычет болмайды, мысалы, ол тек қана өзіне келген оборотынан, мысалы, 200-500 мыңнан, содан 3% салық төлейді, және де 2,5-2%, 3%-ға дейін банктарға жаңағы эквайринг дейді, жаңағы не посттерминалар арқылы өткен ақшаларды соған комиссия төлейді. Комиссия төлейді. Енді қарасаңыз уже 3% емес, уже 6-7% болып кетеді. Оның өзі қалтасына өте қатты кеп соғады кәсіпкерге рас айтқан кезде. Башқанда енді ортан қол кәсіпкерге шығынды болып отыр. Шағын және орта бизнес енді ғана өпірімдеп көтерілімде отырған кәсіпкерге болып. Және де былай қарап отырсаңыз, көбінесе бұл кішігірім шағын дүкендер ғой, кішігірім шағын дүкендер, ауылдағы дүкендер, мысалы, ауылда қарасаңыз, мысалы, жаңағы посттерминалды қойсаңыз, оған арнайы интернет жүйесі керек, мысалы. Интернет жүйесі былай істемейді, мысалы, көбінесе ауылдық жерде. Көбінесе ауылдық жерде, мысалы, жаңағы тағамдарды тетрадқа жазып алады, мысалы, жалақыдан жалақыға дейін, мысалы. Енді ертең мынандай талап қойылатын болса, жағдай қиындауы мүмкін шағын бизнестік және де жергілікті жаңағы тұрғындардың. Заң бойынша, егер де сіз тауар сатсаңыз, сатқан сәтте сразу сіз жаңағы чегін беріп, ақшасын алу керексіз. Ал ауылда өзіңіз білесіз, енді жаңа мен айтқандай, жалақыдан жалақыға шейін тетрадқа жазып қояды. Ермек Төлеуұлы, енді кәсіпкерлерге қатысты қозғап өттіңіз, тұрғындар арасында кәсібі жоқ, жеке кәсіпкер емес азаматтар арасында да осы мобильді аударымдар көбейіп кетпесін деген. Мен қабылдағым келмейді деген сондайларды айтады. 100-ден асып кетсе, ертең менен салық алынады деген осындайда. Халық арасында ондай үрей туындап кетті. Енді осы 24 жылдан бастап жаңағы жалпы декларацияландыру несі жүріп жатыр ғой, мысалы. Соған байланысты осы 24 жылдан бастап оған жаңағы кәсіпкерлер енгізілді, және де жаңағы заңды тұлғалардың құрылтайшылары жаңағы жалпы декларация тапсырады. Соған да байланысты осы үрей туындап отыр. Және де 25 жылдан бастап жеке тұлғаларда уже жаңағы жалпы декларацияға тапсыруға енгізіледі. Сондықтан бұл жерде жаңағы қаржы министрлігінің талабына сай 100 аударымнан асып кетпесін деп, мысалы, сондай талап нетіп отыр. Бірақ та қарасаңыздар, заң бойынша негізінде бұл қаржылардың бәрі екінші деңгейдегі банк арқылы өтетін қаржы ғой. Сондықтан заң бойынша екінші деңгейдегі банктар осы қазіргі кезде 25 жылда да ешқандай да ақпарат беруге құқысы жоқ. Ол жерде тыйым салынған екінші деңгейдегі банкке. Жеке тұлғаларға қатысты да, кәсіпкерлерге қатысты да. Жаңағы жеке кәсіпкер ИП дейді, мысалы, оның да ол бір иіні бар, ЖСН-і да, соған байланысты ол как жеке тұлғада и жай кәсіпкер ретінде бір счет, мысалы, пайдалану мүмкін. Мысалы, жеке тұлғаның счеті болады и кәсіпкердің счеті болады. Сондықтан кәсіпкердің жеке тұлға ретіндегі счеті бойынша екінші деңгейдегі банкты ақпарат беруге онда да тыйым салынған. Ермек Төлеуұлы, сонда енді мына жеке тұлғалар жалпы сіз бен біздің міне қатардағы азаматтардың аударымдарын онда нақты тексере алмайды ғой. Биыл және де банк ондай ақпарат бермейді. Заң бойынша берілмейді. Заң беруші берілмейді. Егер де беріліп жатса, ол уже заң бұзушылық болады. Және де егер де ертең тексеріс жүріп жатса, тек қана қазіргі кезде бұл ақпарат тек қана соттың шешімі арқылы ғана берілуі мүмкін. Бұлай қарап отырсаңыз, жаңа 100 аударым деп отыр, 100 аударым жай қарапайым халықтың арасында, мысалы, күнделікті біз өзіміздің балаларымызға, мысалы, жаңа тамаққа мектепте немесе жаңағы жол ақысын төлеуге деген сияқты аударымдар жасап отырамыз ғой. 1000 теңге, 500 теңге, там. Ол ретте аударым болғанда аударымды қабылдаған адамға ғой. Сондай. 100 теңге, 1000 теңге. Бірақ та бұл 100 аударымның ішінде жаңағы талап қойған кезде сомасы айтылмаған. Мысалы, жемқорлық арасында немесе жаңағы көлеңкелі салада жұмыс істейтін адамдарға олар бір аударған кезде 10 миллион, 30 миллион аударса, мысалы, 100 аударымға несіне жетпейді и күдіктің несіне ілікпейді, мысалы. Жай қарапайым халыққа нетіп болған бұл дұрыс емес, мысалы. Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі бағдарламамызда мобильді аударымдар
кімдерге тиімді, қандай қолайсыздығы бар? Жалпы аударымдарға қатысты талап тәртіп турасында сөз қозғаудамыз. Студиямыздың қонағы Қазақстан кәсіпкерлер қауымдастығының төрағасы, облыстық мәслихаттың депутаты Әбілдин Ермек Төлеуұлы. Кәсіпкерлер қауымдастығының өкілі ретінде, кәсіпкерлер мүддесін қорғайтын азаматтар ретінде, жалпы облыстық мәслихаттың депутаты ретінде осы заңға қатысты, кемшілігіне қатысты ұсыныспен шықтыңыз ба? Біз өз тарапымыздан арнайы депутаттық сауал жұмсадық. Мәжіліс парламентінің біздің депутаттар арнайы жаңағы қаржы министрлігіне депутаттық сауал жұмсады. Ол жерде біз айта кеттік, осыдан бірнеше жыл бұрын біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы осындай мәселе көтерілген кезде, өзіңіз білесіз, осындай мәселе көтерілген болады осыдан бірнеше жыл бұрын. Сол кезде мемлекет басшысы айтқан, қойыңдар бұндай ойынды, болмайды деп сол кезде. Енді қазір қайтадан бастап отыр қаржы министрлігі осындай талапты. Бірақ бұл парламент сенаты тарапынан мақұлданды, заңдық күшіне енді. Енді негізінде бізде заң қабылдау органдары бар, мәжіліс парламенті, сенат парламенті, бірақ та өздерінің жаңағы бұйрықтарын, өздерінің жаңағы подзаконный правовой акт дейді, мысалы, соларды үкіметте өз тарапынан шығарылады. Пилотный проект дейді, мысалы, біз мысалы кәсіпкердің құқықтарын қорғаған кезде осындай пилоттық жобаларды жаңағы қаржы министрлігі, басқа министрліктер қабылдайды. Былай қарасаңыз, ол кодексте, салық кодексінде немесе басқа кодексте заңдарда көрсетілмеген, бірақ та олар өздерінің тараптан пилоттық жобаға қабылдайды да, соны іске асыра бастайды. Сол кезде көптеген сұрақтар, көптеген мәселелер туындайды. Ермек Төлеуұлы, енді мынау шағын бизнес өкілдерін қазіргі таңда осындай бір жаңадан шығып жатқан заңдар тарапынан қысым жасамай, қолдап, осы тығырықтан шығу үшін қалай әрекет ету керек, қандай қолдау болу керек? Енді өткен жылы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы өзінің халыққа жолдауында айтып өтті. Шағын бизнесті қолдау керек, шағын бизнесқа жаңағы қысым көрсетіп, және де заңсыз талап жасап отқан шенеуніктерді, оларды негізінде заң жүзінде жауапкершілікке тарту керек деп, мысалы. Былай қарап отырсаңыз, қазіргі кезде және де мемлекет басшысы өзінің жаңағы халыққа жолдауында бірінші кезекте шағын бизнеспен және де өндірушілерді қолдау керек деді. Былай қарап отырсаңыз, мысалы, қазіргі кезде көптеген сауда орындары, ол бізде жаңағы үлкен супермаркеттер, мысалы, ол жерде барып қарасаңыз, бізде Қазақстанда шыққан тауарлардың саны аз, мысалы, тауарлар саны, сүттің өзін алатын болсақ, көбінесе басқа мемлекеттерден келеді, мысалы, басқасын айтпаған кезде. Басқасының бәрі, мысалы, сабын, басқа қол жуатын, мысалы, бас жуатын шампунь, басқаларын айтпағанда, сүттің өзі, мысалы, сыртқы елден келіп отыр. Сондықтан ол неге байланысты? Оның көбісі 90% осы біздің халық пайдаланатын тауарлардың 90% көбінесе бізде негізінде Қазақстан мемлекетінде өзімізде шығады. Кезінде, мысалы, бізде Қазақстан өндірушілерін, жаңағы тауар өндірушілерін қолдау жобалар болған. Супермаркеттің ішінде де, мысалы, жаңағы сауда орталықтарында, ол Қазақстанда жасалған тауар деп арнайы сондай нелермен, мысалы. Абылай қарап отырсаңыз, жаңағы үлкен сауда орталықтарының қожайындары көптеген жаңағы нелер талаптар қойып тастаған. Ретро бонус дейма, мынандай бонус дейма, жаңағы полкасына астына тұру үшін, үстіне тұру үшін, немесе жоғары жағына тұру үшін арнайы жаңағы үстіне комиссиясын қосады өздерінің товарының бағасына. Сондықтан біздің жергілікті жаңағы тауар өндірушілеріміз оған мүмкіндігі жетпейді да. Былай қарасаңыз, мысалы, басқа өзге мемлекеттен келген тауарларға ояқты мемлекеттің үкіметі арнайы қаржы көмек береді, ауқымды. Сонымен олар кіреді, мысалы, Сосын қарап отырсаңыз, бізде олардың тауарын көз көретін жерге бізде ондай қолдау болмағандықтан сондай мәселе туындап отыр. Бізде және де жергілікті тауарды өндіретін жаңа кәсіпорындарды ол бақылауда. СС органдардың бақылауында, басқа мемлекеттік органдардың бақылауында, мысалы. Ал өзге мемлекеттен келетін тауарларды, оларға, мысалы, қалай өндіріліп жатыр, қалай жасалып жатыр, оны білмейміз. Максимально оны қарайтын жаңағы границаны өткен кезде, немесе осы жаққа әкеп сатқан кезде тауардың өзі ғана қарайды, мысалы. Там партиясы ғана, мысалы, Ал қалай өндіріліп жатыр, жаңағы қалай өндіріс жүріп жатыр, оны ешкім де білмейді, мысалы. Соны бізде тексерістер болады, соған сай болу үшін кәсіпкерде өте көп шығын өз қалтасынан кетіп жатыр, мысалы. Сондай мәселелер бар.
негізінде. Сол тұрғыда қазіргі кезде мемлекет болып, халық болып, осы өзіміздің жергілікті отандық товар өндірушілерді қолдау керекпіз. Қалай дейсіз? Оны мен де болып, сіз де болып, бүгіннен бастап дүкенге барған кезде өзіміздің товарымызды алу керекпіз. Ол біріншіден. Ал мемлекеттік органдар өз тарапынан жаңағы сауда орнының жаңағы иелерімен арнайы жұмыс істеу керек. Оған арнайы заңдар бар, мысалы. Соны қарастырып, қазір мораторий мысалы алынып тасталды, мысалы. Сол тұрғыда бәрін қарастыру керек. Қандай олар талап қойып жатыр, қандай келісім шарттардың арасында, мысалы. Соның бәрін қарастырып, мынау заңды ма, заңсыз ба, соның бәрін бір ретке келтіріп, және де арнайы Қазақстанда шығарылған деді кезінде болған ондай. Арнайы полкалар жасап. Қазақстанда шығарылған деген сондай тіпті тақтайшадағы жазуы да болды ғой. Арнайы полкалар жасап, сондай қарастыру керек орындар. Және де бізде әлеуметтік товар деген бар, мысалы. Соны шығаратын, соны өндіретін біздің кәсіпкерге мемлекет тарапынан арнайы қолдау көрсетілу керек. Жаңағы преференция беріліп, коммунальный платеж дейді, мысалы, жарық, жылу, суға, мысалы, қазір тарифтар өте көтеріліп кетті биылдан бастап, өткен жылдан бастап, мысалы. Соның бәрі қарастырып, жаңадан ойластыру керек, қалай бұларға көмектесу керек деп, мысалы. Сондықтан жан-жақты бізде де мәслихат тарапымыздан, мәслихат депутаттары, жергілікті әкімшіліктерде бәріміз бірігіп жұмыс істеу керекпіз осы салада. Ермек Төлеуұлы, енді былайша айтқанда жергілікті әкімшіліктің құзыретінде ме? Мәселен, осы біздегі ірі супермаркеттарға сен мысалы қазақстандық өзімізде шығарылған өзімізді кәсіпкерді қолда деген. Әрине, құзыретінде. Құзыретінде. Меморандумдар жасалып жатады. Кезінде болған, қазір енді қайтадан жасап, соны жаңартып істеу керек. Енді үлкен даурықпа жасамай-ақ, дөңгелек үстел басында шешетін мәселе ғой бұл. Оның бәрі шешілетін мәселе. Мен өз тарапымнан да бірнеше рет айтқан болатынмын. Жергілікті жаңағы арнайы әкімнің орынбасары жаңағы осы саланы қарастыратын, жаңағы кәсіпкерлік саласын қарастыратын жаңағы әкім орынбасарына айтқан болатынмын. Бірге барып кәсіпкерлермен кездесейік, қандай мәселесі бар, қандай проблемасы бар, қандай ұсыныстары бар, қандай сұрақтар бар. Соның бәрін бірге жинап, талдайық, соны ескере отырып, ертең сосын кейін іске асырайық деп. Өйткені, сол товарды бірінші көретінде, ол көрнекі жерде тұрса, мысалы тұрғын, тұтынушы оны сатып алады. Оны шынымен алдыңғы орынға сырттан жеткізген тауарларды қойып қойса, енді адам көзіне көрінген затты алып кете береді ғой. Әрине, ол маркетинговый жаңа ход деген бар. Арнайы, мысалы, адамның көз алдында қандай товар түседі, және қалай ол көрініп тұр. Қаншалықты жарнамалаған, қаншалықты қандай үлкен ауқымда тұрады, соған енді ұмтылып аласылады ғой. Әрине. Және де көптеген дүкендерде, мысалы, сырттан келіп жатқан шетелдік тауарларды көрнекі жерге қойып қояды. Өкінішке орай солай. Ермек Төлеуұлы бүгін хабарымызға қатысып, мобильді аударымдарға қатысты. Бүгінгі ахуал, бүгінгі мәселе, жалпы қалай әрекет ету керектігін түсіндіріп бергеніңізге алғысымды айтамын, рахмет. Хабарымыз осымен тәмам. Естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Қазақстан кәсіпкерлер қауымдастығының төрағасы, облыстық мәслихаттың депутаты Әбілдин Ермек Төлеуұлы. Келесі эфирде жүздескенше аман болыңыздар.